Түнде терлеу қандай дерттің белгісі? Түнімен терлеп жатқанымызға аса қатты мән бермейміз. Бірақ бұл алаңдайтын мәселе екен. Төсекте жатып терлейтіндер арамызда өте көп. Қалың көрпе жамылған соң терлеу әрине заңдылық. Ал көрпе жамылмай жатып та терлеудің себебін білесіз бе? Мамандар кез келген дәрі ішіп жатқан адам терлейді дегенді айтады. Десе де, дәрісіз де, қалың көрпесіз де түнімен терлеп жататындар ше. Мұның себебі не? Тер қандай дерттің алдын алу керектігімізді ескертеді. Осы орайда эндокринолог дәрігерлер таңертең терлеп оянуға мына аурулар себеп болады дейді. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Видеоны соңына дейін қарап, достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Гормондық өзгерістер. Әйелдер етеккір келетін уақытта себепсіз терлейді. Зерттеушілер мұндай жағдайда 80%-дан астам әйелдер тап келетінін айтады. Әрине, бұл уақытша жағдай. Етеккір кеткен соң бәрі қалпына түсуі керек. Ал егер тершеңдік ары қарай да жалғасса, онда гормонға сараптама жасату керек. Олардың дұрыс бөлінуі, жақсы жұмыс істеуі денсаулығыңызға айтарлықтай ықпал етеді. Дәрі қабылдау. Егер сіз қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз де түнімен терлейсіз. Әсіресе жүйкені тыныштандыратын, ауруды басатын, диабетті емдейтін, қалқанша без ауруын алдын алатын дәрілерді қабылдап жүрсеңіз, бұл жағдайға тап боласыз. Негізінде дені сау адам дәрі ішкеннен терлемейді. Сондықтан да дәріні ұсынған дәрігерге жағдайды айту керек. Себебі бұл дәрі сіздің дертіңізге әсер еткенімен денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін. Инфекциялық аурулар. Ағза инфекциямен күресіп жатқан кезде вирусты, бактерияны және дене қызуын шығарады. Бұл кезде ағза тер бөледі. Кейде ұшық шыққанда, туберкулезбен ауырғанда терлейді. Одан бөлек түрлі созылмалы аурулар қозғанда, баспа ауру басталғанда, жөтел мазалағанда терлейсіз. Алайда сіз ешқандай да инфекциялық аурумен ауырмасаңыз да терлейтін болсаңыз, онда мына аурулардан сақтанғаныңыз жөн. Сізге онкологиялық, неврологиялық аурулар немесе инсульт қаупі төніп тұрғаннан дерек береді. Қандағы қанттың азаюы, медицина тілінде гипогликемия деп аталады. Ағзада қант өз мөлшерінен азайған кезде де адам терлей бастайды. Әсіресе инсулин қабылдайтындар мен диабет ауруларының дәрісін үзбей ішетіндер түнімен терлеп шығады. Қалқанша без қызметінің күшеюі. Қалқанша безде гормонның деңгейі көтерілсе, тершеңдік мазалайды. Бұл кезде дене қызуы көтеріліп, шілте-шілте болып терлеуіңіз мүмкін. Иммундық жүйе. Иммунитет төмендегенде де адам терлей бастайды. Егер түннің ортасында үсті-басыңыз малмандай су болып оянсаңыз, тез арада иммунитетті көтеруге әрекет етіңіз. Өзіңіз білетіндей, иммунитет әлсіреген кезде ағза ауруға қарсы күресуге күшінен айырылады. Гормондардың өзгерісі, ағзаға инфекцияның түсуі, диабет ауруының алғашқы белгілері тері арқылы көрініс береді екен. Ендеше терлеп тұрған соң дереу душқа жүгірмей, дәрігерге де тексеріліп қою керектігін ұмытпаңыз. Дәрігерлер сіздегі жайсыздықты жан-жақты тексеріп, қажетті ем шараларын жүргізеді, қажетті дәрі беріп, арнайы диета ұсынады. Бұл сіздің ағзаңызды жаулайтын деп жатқан түрлі дерттің дендеуіне нүкте қояды. Құрметті көрермен, біздің арнамыздың барлық видеоларын көп адам тіркелмей көреді екен. Дәл қазір бұл статистиканы бұзып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Емдік шөптерден жасалған рецепттер кітабын алу үшін төменде көрсетілген номерге хабарласыңыз. Тершеңдікті тоқтатар дәрілік өсімдіктерде болады дейді. Оны табу өте оңай. Мәселен, таулы жерде өсетін қылшаның тамырынан 10 грамм, енді ғана бас жарып, сүт дән ала бастаған бидай масағынан 30 грамм алып, 300 грамм суға 3 минут ақырын қайнатып, 1 сағат бұқтырады. Осыны ас алдында жылыдай бір бөліп ішеді. Бидайдың көгін осындай әдіспен қайнатып, кешке жатарда ішіп жатуға болады. Жусай тамырын суық суға тазалап жуып, 300 грамм суға қайнатып тұндырып ішеді. Сұлының сабанынан жарты килограмм, еменнің қабығынан 2 ас қасықты қайнатып,
шым-шым ыстық кезінде көп терлейтін аяқты 20 минут салып отырады. Су ішінде аяқты уқалап сүртіп кептіреді. Емделу мерзімі 7 күн. Кейбір адамдардың алақаны тершең болады. Оны кетіру үшін 1 шай қасық емен қабығы, 1 шай қасық шырмалғыш шай қурай ұнтағын 500 грамм қайнап тұрған суға салып 10 минут ақырын қайнатады. Әбден болған соң 2 ас қасық сірке қышқылын қосып араластырып, қолды батырып жуады. Емен қабығы тершеңдікті тежесе, сірке қышқылы терінің тартылып, тер шығаратын тесіктердің тарылуына ықпал жасайды. Қалақай мен қыр жалбызының қосындысына емен қабығын қосуға да болады. Осы қосындыдан 3-4 ас қасықты 1 литр суға 5 минут ақырын қайнатып, жылылай қолды батырып отырады. Емделу мерзімі 10 күн.